Сәлем қадірлі тыңдаушы, құрметті оқырман. Бүгін саған ерекше, жүрекке жылы, үлкен мағынасы бар ертегі айтып беремін. Егер мұндай тәрбиеге толы, адамшылық қасиетке баулитын ертегілер ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпа. Ал енді шайыңды қойып жайғасып ал. Ертегі басталды. Әкенің аманаты. Ертеде бір ауылда қарапайым, бірақ дана кісі өмір сүріпті. Оның аты Нұрмұрат еді. Нұрмұрат егін егетін, мал баққан еңбекқор болатын. Жұрт оны адал ата деп атайтын. Себебі ол өмір бойы алдамады, ұрламады, ешкімге ауыр сөз айтпады. Нұрмұраттың жалғыз ұлы бар еді, аты Ардақ, ұлы, сауатты, қалада оқыған, бірақ еңбекке енжар, өмірдің шынайы дәмін сезінбеген. Тек ақыл үйретіп, өзі істеуден қашатын еді. Бір күні әкесі оған: «Балам, келші, бір әңгіме айтайын» деді. «Тыңдайын» деді Ардақ телефонын қолынан түсірместен. Сонда әкесі күрсініп: «Әңгіме айтып қажеті жоқ, балам. Ең дұрысы, іс көрсетейін» деді. Келесі күні Нұрмұрат әкесі Ардақты тауға ертіп алып шықты. Мына таудың етегінде бір шелек су, ал жоғарыда күші азайған алма ағашы бар. Соған су апарып тірілтіп көр. Ардақ: «Не үшін? Мен агроном емеспін ғой. Себебі өмір сен ойлағандай теория емес» деді әкесі. Ардақ ерініп, бірақ көнді. Шелекті арқалап жарты күнде әрең жеткізді. Терлеп кетті, белі ауырды. Бірақ келесі күні ағаш тіріле бастады. Жапырақтары қалпына келіп гүл шығыпты. Сонда әкесі: «Балам, тек ақыл айту емес, еңбек ету арқылы ғана сен өзгересің». «Не үшін мен өзгеруім керек?» деді Ардақ. Сонда әкесі күлімдеп: «Себебі бір күні сен де әке боласың». Күндер өтіп жатты. Әкесі қартая бастады. Бір күні төсектен тұра алмай қалды. Сонда Ардақ алғаш рет әкесінің орнына тұрып, таңмен тұрып, малға жем беріп, егінге су құйды. Күнде не істейтінін әкесінің дәптерінен қарап отырды. Бір айдан соң әкесі: «Келші, балам, мен саған соңғы аманатымды айтайын» деді. «Тыңдап отырмын» деді Ардақ бұл жолы телефонынсыз. «Адал бол. Адамдарға жақсылық жаса. Саған ешкім көрмесе де Алла көреді. Еңбектен қашпа. Балаларға ақыл айтпас бұрын үлгі көрсет». «Мен енді түсіндім, әке» деді Ардақтың көзіне жас толып. «Түсінсең болды» деді әкесі, «менің өмірлік сабағым саған мұра». Келесі жылдан бастап Ардақ ауылда қалып, шаруаны өзі жүргізе бастады. Баласына: «Кел, шелекпен алма ағашына су апарамыз» деді. «Неге, папа?» «Өйткені бұл біздің отбасылық сабақ. Адалдық ең үлкен байлық. Әке ақыл айтушы емес, бағыт беруші. Бала айтқанды емес, көргенді қайталайды. Еңбек адамның өзімен күресі. Тек сөзбен емес, іспен үйрет». Міне, құрметті тыңдаушы, бұл әкенің аманаты атты ғибратты ертегі. Егер осы әңгіме жүрегіңе жетсе, ойланып қалсаң, арнаға жазылып, бөлісуді ұмытпа. Себебі жақсы әңгіме бір жүрекке жетсе де, сол жеткілікті. Келесі кездескенше аман бол, досым.